Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен үй жағдайында дәріханада сатылатын бір ингредиентпен қалай бетіміздегі безден құтылуға болады және де пилинг жасап қара дақтарды, яғни пигментацияны азайтуға болатын жолын білетін боламыз. Егер де сізге осындай тағы да басқа пайдалы видеолар, шаш күтімі, бет күтімі жайлы қажет болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін түсірілген арнайы видеолармен лайфхактарды өткізіп алмайсыз. Ал егер де сіздің де бөлісетін пайдалы рецептіңіз болса, бет күтімі не болмаса шаш күтімі жайлы комментария бөліміне жаза кетіңіздер, бірге жасап көрейік. Ал сәттілік видеоға кірісейік. Қазір деген бет күтіміндегі жаңағы дәріханалар не болмаса дүкендерде арналған кремдердің сан алуан түрлері бар. Және де ол кремдердің біреусіне жағып, біреусіне жақпай жатады. Өйткені әр қайсымыздың беттеріміздің жаңағы құрамы, яғни жағдайы, состояниясы әр түрлі. Сол себепті үй жағдайында жасалынатын маскалар ол бет терісінің жаңағы түріне қарай қатты бөліне қоймайды. Сол себепті сіз міндетті түрде осы рецепті пайдалану көрсеңіз, еш кері әсерін бермейтініне мен күмәнім жоқ. Бірақ бұл рецепті кімдерге пайдалануға болмайды? Ең алғашқы жүкті әйелдерге, аллергияға бейім келетін адамдарға және де ең бастысы бетіңізде ашық жара, яғни өте қатты қабынып кеткен жағдайда пайдалануға болмайды. Ал бүгін менің сіздерге беретін кеңесім, егер де сізді бетіңізді безеу, не болмаса жаңағы керек емес, жаңағы қабыну, яғни сып мазаңызды алып жүрсе, үй жағдайында сізге көмекке келетін салицил қышқылы. Дәріханаларда бағасы шамамен 150 теңге тұрады. 1% салицил қышқылымен бетіңізге пилинг жасап, яғни бетіңізді қарапайым мақтамен сүртіп отыратын болсаңыз, бетіңіздегі керек емес микробтар, шаң тозаңдар және артық майлардан құтылып, бетіңізді қалпына келтіруге жақсы септігін тигізеді. Ол үшін күнделікті үй күтіміне сіздің салицил қышқылы міндетті түрде кіруі қажет. Ал егер де сіз салицил қышқылмен бетіңізді тазартуға кіріскен болсаңыз, ең алдымен жаңағы салицилды аллергия бар ма жоқтыққа тексеруге болады. Ол үшін қарапайым кішкене жаңағы тамшысын алып, осы жұмсақ жерлерімізге жағып 10-15 минут күтеміз. Ешқандай қызару, қабыну болмаса, онда сізге еш кері әсерін бермейді. Ал негізінде салицил қышқылының пайдалануының өзіндік ережесі, бетіңізді күнделікті өзіңіздің жуып жүрген суларыңыз, умывашка, пенкаларыңызбен жақсылап жуып, таңертеңгісін және кешкісін 2 мезгіл тазартып алғаннан кейін, қарапайым осындай мақтаға кішкене көп емес, аз мөлшерде тамызып алып, бетімізді көздің жан-жағына тигізбей сүртіп шығамыз. Айтар маңызды зат, салицил қышқылымен бетіңізді сүртіп бастаған кезде, оның иісі резкий, яғни қатты спирттің иісі шыққан себептен көзіңіз ашып, қызарып, кішкене жасаурап тұратын болады. Сол себепті оған қатты мән бермеңіздер және жарты жылдан тастап кетпеңіздер. Күніне 2 мезгіл сүртесіз және де сүртіп болғаннан кейін кішкене анда-санда бетіңіз қышып, қызаруы мүмкін. Бірақ та қатты қышып, не болмаса қатты қызарып бөртіп жатса, онда сізге жақпайды, мүлдем доғарыңыз. Ал егер де ондай қатты сәл ғана қышып, кішкене ғана қызаратын болса, ол ешқандай зияны жоқ, ол өзіндік жұмысын, спирт жұмысын атқарып жатыр деген сөз. Яғни ол бетіңізге дезинфекция жасайды, бетіңіздегі микробтарды өлтіреді және де бетті тазалап, безеулердің майын азайтады. Салицилмен сүртіп болғаннан кейін өздеріңіз байқайсыздар, бетіңіз құрғап кебе бастайды. Сол кезде арнайы ылғалдандыруға арналған кремдеріңізді жағасыздар. Яғни бетіңіз құрғақ, не болмаса майлы болса да, ол кісілер міндетті түрде әрдайым ылғалдандыруға, яғни увлажняющий крем жағып жүру қажет.
міндетті түрде таңертең және кешкісін 2 мезгіл. Осы салицилік қышқылы өзіндік жұмысын жақсы атқарып, тезірек безеулерден не болмаса беттегі микроинфекциялардан құтылғыңыз келсе, тоналканы жақпауға мүлдем сіздерге кеңес беремін. Себебі тоналка ең үлкен біздің бетіміздің жауы және кедергісі болып саналады. Ал жаңағы пайдалану мезгілі 1 ай және де арасына 1-2 апта салып демалып, қайтадан жалғастырып жүрсеңіздер болады үнемі. Тек қана аллергиядан байқаңыздар.